Шаркент қаласы Жеті өзен, Жеті-Арасан, Жетікөл мен Жетітаудың арасында орналасқан, оны кейде Қылшақ ақбасын күзеткен Шаркент деп атайды. Сонымен Шаркентке жолыңыз түссе, алдымен мына 7 тарихи дерекке назар аударыңыздар. Шаркент қаласының жалпы көлемі 47 шаршы километр. Шаркент қаласы Алматы облысындағы Панфилов ауданының орталығы. Қазақстан Республикасының оңтүстік-шығысында Жоңғар алатауының жазық бөлігінде орналасқан. Қала арқылы республикалық маңызы бар автожол өтеді. Осы жол қаланы облыс орталығы Талдықорған қаласымен, оңтүстік Астана Алматы қаласымен және сыртқы әлеммен байланыстырады. Шаркент бұрын ұсақ қолөнершілер мен сауда-саттық қаласы болған. Көне шаһар тек 1928 жылдан бері аудан орталығына айналған болатын. 1948 жылы 27 мамырда Шаркент қаласына Кеңес одағының батыры генерал-майор Панфиловтың есімі берілген болатын. 1922 жылы 22 қарашада Панфилов ауданына тарихи Шаркент атауы қайтарылған. Қаланың тарихы жайлы сөз қозғағанда алдымен бел жайлауда орын тепкен тарихи мекен Ұрбұлақ даласы жайлы айтпай кетуге болмас. Деректерді сөйлетсек, сол шайқаста қазақ батырлары аз ғана қолымен 600-дей сыр жағасынан Жәңгір ханның қалың әскерімен келгенше қалмақтың 6000-нан аса әскерін қамап ұстап отырған екен. Тарихи орындар жайлы еске алғанда алдымен Шаркент мешітін атап өткен жөн. 1887 жылы салынған бұл мешіттің ерекшелігі ағаштары бір шегесіз қиыстырылған. Бұл мешіттің өзінің сәулеті жағынан ерекше өнер туындысы деуге болады. Оны саудагер Уәлібай Юлдашев деген кісі Қытайдан Юнпен деген сәулетшіні арнайы алдыртып, Кетпен тауларынан Тянь-Шань қайрағайын таңдап кесіп, 150-200 шақырым жерден өгізбен, түйемен тасыған екен. Жұрттың тәу ететін орны Әулиеағаш та Шаркент жерінде. Жер шарында осындай бір сызықтың бойында орналасқан 3 ағаш бар болса, соның бірі осы ағаш болып табылады. Бұл ағаштың жасы 7 ғасырдан асады. Діңнің жуандығы 7 адам құшақтаса әрең толатындай көлемді. Түбінен 7 түп бала ағаш өсіп шыққан. Әулиеағаш жағымсыз энергиядан арылтады. Бұл жерге көптеген адамдар келіп мінәжат жасайды. Шаркент өңірінен шыққан атақты тұлғалар жайлы айтқанда, қазақ көркем өнерінің негізін қалаушы Әбілхан Қастеев есімі ойға оралады. Бұлбұл көмей әнші Дәнеш Рақышевтың да осы тарихи жерді танытуда үлесі ерекше. Тағы бір айта кетерлігі, қалада желтоқсан көтерілісінің қос қаһарманы Ербол Сыпатаев пен Ләззат Асанова да бар еді. Қос қаһарманымызға 2008 жылы арнайы ескерткіш орнатылған. Табиғаты тіл жетпейтін таңғажайып Шаркенттен Алматыға қарай жүргенде Алтынемел деген жер бар. Бұл атақты Шоқан Уәлихановтың Қапалдан Шаркент арқылы Қашқария сапарына барғанда айтылатын Алтынемел асуы. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау саламатта болыңыздар.